Сәлеметсіңдер ме балалар, қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңдер. Сендермен бірге Байзақ ауданы нөмірі 1 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Гапарова Сания. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Жамбыл Жабаевтың Алғадай туралы әрбір ой өлеңіндегі ақынның әдеби бейнесі. Бүгінгі сабақта сенің үйренетінің Жамбыл Жабаевтың Алғадай туралы әрбір ой өлеңіндегі ақынның әдеби бейнесі туралы білесің. Сабағымызға дайын болсаңдар, мына сұрақтарға жауап беріп көріңдерші. Жамбыл Жабаев туралы не білесің? Ақынның Ұлы Отан соғысы жылдарындағы жауынгерлерге күш қайрат, жігер беруге және елін, жерін қорғауға арналған қандай өлеңдері бар? Жамбыл өз қолымен майданға аттандырған аттандыру өлеңінің кейіпкері кім? Алғадайға арналған басқа қандай өлеңдерін білесің? Жарайсыңдар балалар. Сендердің бұл сұрақтарға кідірмей жауап беретіндеріңді білгенмін. Олай болса, осы Алғадайға қатысты мынадай бір ақпаратқа назар аударыңдар. Жамбылдың 6 ұлы болған. Үлкен 2 баласы ертеректе қайтыс болады, ал 2 ұлы ізтілеумен Алғадай Ұлы Отан соғысына аттанады. 1942 жылы Жамбыл Алғадайды майданға шығарып салады. Алғадай майданға кеткеннен кейін 7 күннен кейін келіні Жәміш ұл туады. Жамбыл оған ырымдап Қуаныш деген ат береді. 1943 жылы Алғадай ерлікпен қаза тапты деген қара қағаз келеді. Осы қайғылы хабарды естіртуге Кенен Әзірбаев пен Ғали Орманов келіп: «Ау жәке, көпті көрген батырымсың, қайғырып Алғадайға жатырмысың? Пендеге бұл жалғанда өлім рас, тағдырдың сөгесіз бе қылғанысың? Кім күшті бұл дүниеде адам күшті? 100-ге дейін көрдіңіз талай істі, миуалы бақ ішінде дарақ едің, бір жемісің жел соғып жерге түсті» деген екен. Расында ұлының қайғысы ақынның жанына қатты батады. Осылайша ақынның Алғадай туралы бірер ой өлеңі жарыққа шығады. Олай болатын болса, балалар, сабағымызды бастамастан бұрын әдеби бейне деген кім? Сол туралы біраз ақпаратқа назар аударыңдар. Жамбыл шығармаларында сол кездегі дәуір шындығы, қат-қабат қоғамдық қарым-қатынастар жан-жақты терең бейнеленген. Әрине, лирикалық шығармаларда өмір шындығы, әлеуметтік құбылыстар бар. Лирикалық шығармада негізінен алғанда жеке адамның көңіл күйі, сезімі суреттелетіні белгілі. Ақын көбінесе өз жайын, өзінің айналадағы өмірге, әртүрлі құбылыс жағдайларға көзқарасын сипаттайды. Бірақ ол өз жайын, өз басының мұңын, арманын, қуаныш сезімін жыр етсе де, ол қалайда халықтың тағдырын, қайғы мұңын, күйзелісін, қуаныш шаттығын, тілек мақсаттарын көрсетеді. Мысалы, Жамбыл Шағым деген өлеңінде бастан аяқ өз атынан молдадан оқуды жөн көрмеуі, сол кездегі молдалардың жемқорлығын баяндаса, Алғадай туралы әрбір ой деген өлеңінде баласынан айырылған әкенің бейнесінде бола тұра, өз басының ғана емес, сол кездегі барша отбасының басындағы қаралы жағдайды баяндайды. Ақын өлеңді өз атынан айтқанда лирикалық кейіпкердің бейнесі, яғни әдеби бейнесі жасалады. Себебі ақынның өз бейнесі жинақталған лирикалық кейіпкердің бейнесі болып шығады. Олай болса, бірінші тапсырманы орындайық. Берілген өлең жолдарын мәнерлеп оқып, ақынның әдеби бейнесіне талдау жасаңдар. Өлеңде қандай сезімдер байқалады? Ендеше балалар, тапсырманы орындап болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл өлеңде лирикалық кейіпкердің, яғни ақынның қайғысы, өкініші, мұңы бейнеленген. Мәселен,
Түнеу күнгі кеткеннен Ғали жаңа келдің бе, Алғадайдың мүрдесін жол жөнекей көрдің бе? Топырағың торқа боп тыныш ұйықта дедің бе? Қалай қиып қалдырдың қарт әкеңді еліңде? Елжірейді өзегім, ауырады белімде, қаза болып көзелім, халім қиын менің де деген өлең жолдарында ақынның қайғысы да, мұңы да бейнеленген. Алатауды айналсам, Алғадайды табам ба? Сарыарқаны сандалсам, саңлағымды табам ба? Өлім деген у екен мендей қәріп адамға. Күнде емде күңіренем, көзіме жас алам да деген өлең жолдарында ақынның өкініші. Алғадайды еш жерден таба алмай, қайда барса да сан соғып қалатындығын осы өлең жолдары арқылы бейнелеп отыр. Ал келесі өлең жолдарында ақынның ертеңгі күнге сенімі, өкініші, мойын сынуы байқалады. Мәселен, құр сүлдерім есім жоқ, жүріп тұрған десім жоқ, деп қараймын сәбиге, игіліктің кеші жоқ деген жолдарда игіліктің кеші жоқ деу арқылы ақын ертеңгі күнге сеніммен қарайтын секілді. Өйткені баласының ізін жалғайтын қуанышы бар енді. Бала қалды жетім боп, келін қалды жесір боп деген өлең жолдарында ақынның бала мен келініне қатысты өкініші байқалады. Темір өзек пенде жоқ, өлмес адам елде жоқ, орынсыз деп өлімі ондай ойлау менде жоқ деген өлең жолдарында ақынның ендігі өмірге мойын сынуы, Алғадайдың жоқтығына әбден көзі жетіп мойын сұнғандығы байқалады. Жарайсыңдар балалар. Ендеше екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Ақынның қай өлеңінде әдеби бейнесі, ішкі жан дүниесі, арман тілегі бейнеленген өлеңдерінен нақты мысал келтір. Ендеше балалар, берілген тапсырманы тексеріп көрейік. Ал қуаныш, қуаныш, сене тейін жұбаныш, Алғадайым өлгелі, боп кетіп ем жылағыш. Ата, ата деп келгесін, айналайын, алайын, ақ бетіңнен өпкен соң, жүрегімді жамайын. Ермек болып отырсаң, мен бір әнге салайын, көңілімді шат қылсаң, көтеріліп қалайын. Дұрыс айтасыңдар балалар, берілген өлеңде ақынның аталық мейірімі, немересіне деген сүйіспеншілігі мен махаббаты байқалады. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта сендер өткен сабақты еске түсіріп, сұрақтарға жауап бердіңдер. Әдебиеттегі әдеби бейне туралы білдіңдер. Жамбыл Жабаевтың Алғадай туралы әрбір ой өлеңіндегі ақынның әдеби бейнесі туралы білдіңдер. Қызықты тапсырмаларды орындап, алған білімдеріңді тәжірибеде қолдандыңдар. Сабағым ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңдар.